Сәлем достар, бүгін біз өте керемет арабский пирог дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге қажет заттар барлығын описанияға жазатын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқамыздың температурасы маңызды емес, бірақ жылы болғаны дұрыс болады. Енді оған қант саламыз. Кейін миксермен немесе венчикпен араластырамыз. Главное, бізге аппақ болып көпіру керек осы жұмыртқамыз. Видеодағыдай аппақ болып көпіру керек. Енді осылай көпіргеннен кейін жылы сүтімізді және де сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды аламыз және де оған разлихидель немесе ас содасын саламыз. Осы ұнымызды міндетті түрде аз-аздан елеуіштен өткізіп отырып, тестамызға қосып жаңағы араластырамыз. Араластырған кезде комочка болып қалмауы қажет, және де ұнның барлығын салсаңыздар, тесталарыңыз тығыз болып қалады. Сол себептен аз-аздап салу қажет. Мінекей осылай тестамыз әдемі болып дайын болды. Енді оны бір жерге қоя тұрамыз. Бөлек ыдысымызды аламыз, оған сүзбемізді саламыз. Құрақ сүзбе болған дұрыс. Енді оған крахмал саламыз, кейін қант салатын боламыз. Қантты өзіңіздің қалауыңызша саласыз. Сіз тәтті болғанын қалайсыз ба? Ал тәтті болғанын қаламасаңыз, бірақ қасық сияқты өзіңіздің қалағаныңызша саласыз. Кейін оған бір жұмыртқамызды саламыз. Блендерімізбен жақсылап езіп шығамыз. Блендер болмаса шанышқымен қолдануға болады, бірақ шанышқымен онша қатты үгітілмейді. Мінекей осылай езіп шығатын боламыз. Енді оны торттың пакетіне салатын боламыз. Торттың пакеті болмаса, целлофан қолдансаңыздар болады. Кейін осындай майланған немесе пергамент төселген бір 24-26 диаметрінің формасын алып, тестамызды құятын боламыз. Енді жаңағы езген творогымызды осылай көп-көптен құятын боламыз. Әжептәуір құя беріңіздер, осылай жуан-жуан етіп, себебі ол тестаның ішіне батып кетеді. Мінекей осылай типа ромбик сияқты етіп құйып шығатын боламыз, бірақ ол піскен кезде бүйтіп қатты көрінбейді. Мінекей осылай пісетін болады. Бұл торт, шын айтайын, өте тәтті болады. Сол себептен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер сіздерге видеом ұнаған болса, міндетті түрде өзіңіздің пікірлеріңізді жазып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.